Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің нөмір 24 мектеп-интернатының физика пәнінің мұғалімі Ұлдахан Перизат Рысбекқызы. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын оқушылар сіздердің алдарыңызға бағалау парағы таратылды. Бүгінгі іс-әрекеттеріңізді сол бағалау парағына белгілеп, өздеріңізді толығымен бағалап отырасыздар. Енді өткен сабақты еске түсіру аясында сіздерге Genially платформасында берілген тапсырманы орындайтын боламыз. Яғни ең алдымен QR-код арқылы соған тіркелеміз. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл беріледі. Жақсы оқушылар, QR-код арқылы тіркеліп болсақ, тапсырманы орындауға кірісеміз. Әрбір дұрыс жауап үшін сіздерге 1 балл беріледі. Яғни дескрипторға сүйене отырып, өздеріңіздің бағалау парақтарыңызға дұрыс жауаптарыңызды белгілеп отырасыздар. Іске сәт. Бірінші тапсырма. Центрге тартқыш үдеудің модулін анықтайтын өрнек. Жауап әрине дұрыс. Келесі. Дененің айналу периоды 10 секундқа тең. Оның бұрыштық жылдамдығын анықта. Есептейміз, әрине жауап дұрыс. Келесі. Дене шеңбер бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Шеңбер радиусын 4 есе арттырғанда, ал жылдамдығын 2 есе азайтқанда центрге тартқыш үдеу қалай өзгереді? Жауап әрине дұрыс. 16 есе азаяды. Келесі. Бұл сұрақты біз белгіледік. Келесі. Бұрыштық жылдамдықтың төменде берілген өрнектер қайсысы қате? Әрине дұрыс. Келесі. Бұл сұрақты жауап бердік. Келесі. L доғасының ұзындығы R радиусқа тең болатын центрлік бұрышының өлшем бірлігі. Жауап әрине радиан. Жақсы. Келесі. Соңғы тапсырма. Вентилятор қалақшаларының бұрыштық айналу жылдамдығы 6,128 радиан секунд. 30 минуттағы айналым саны есептейміз, әрине жауабы 1800-ге тең екен. Жақсы. Жақсы, жауап бердік. Жақсы, жарайсыздар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбын ашу үшін сіздерге мынандай бір жұмбақ жасырғым келеді. Ақ сандығым ашылды, ішінен жібек шашылды. Яғни бұл жұмбақтың жауабы дұрыс айтасыздар, әрине жұлдыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұлдызды аспан. Бүгінгі сабаққа сіздер қандай мақсат қояр едіңіздер? Жақсы, дұрыс айтасыздар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты абсолюттік және көрнелік жұлдыздық шамаларды ажырату. Яғни біз бүгінгі сабақта осы абсолюттік және көрнелік жұлдыздық шамаларды ажыратуды үйренетін боламыз. Сонымен қатар оқушылар биылғы оқу жылында біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында бүгінгі сабаққа қатысты әділдік және жауапкершілік құндылығын дарыту мақсатында оқу тапсырмасын орындау кезінде табандылық, еңбекқорлықтың болуы әрқайсымыздың бойымыздан көрінуі қажет. Осы орайда жұлдыздар дегеніміз не деген сұрақ туындауы мүмкін. Ендеше осы сұраққа жауап бермес бұрын келесі шағын бейнематериалға назар аударайық. Магниттік сәулелердің арқасында түнгі уақытта жерден миллиардтаған километр қашықтықтағы жұлдыздарды көруге болады. Түнгі уақытта жерден жай көзбен көргенде 8000 жұлдыз бар екені саналған. Астрономдардың санауы бойынша біздің ғалам құс жолы жүздеген миллиардтаған жұлдыздардан тұрады және ғарыш кеңістігіндегі миллиондаған ғаламның бірі. Күннің ішінде және басқа жұлдыздар ішінде үнемі ядролық реакциялар жүріп, одан орасан зор энергия бөлініп шығады. Осындай электромагниттік сәулелену жер бетіне жетіп, тіршілікті сақтап тұратын жылу, сәуле, сонымен қатар энергиямен қамтамасыз етіп тұрады. Кейбір көлемді жұлдыздар күннен 1000 есе жарық. Астрономия ерекше ғылым салаларының бірі екендігі мәлім. Сәйкесінше астрономия оқып үйрену арқылы біз аспан әлемі туралы кең мағлұматтар аламыз.
Аспан әлемін ежелгі Вавилон, Мысыр, Қытай, Грекия сияқты мемлекеттерде ғалымдар зерттей бастаған. Сәйкесінше бүгінгі сабағымызда біз сіздермен жұлдызды аспан, жұлдыздар, шоқжұлдыздар сияқты ұғымдармен танысатын боламыз. Ендеше бүгінгі сабағымыздың жаңа терминдерін дәптеріңізге жазып алсақ. Жұлдызды аспан жердің көрінетін аспан денелерінің жиынтығы. Олар жұлдыздар, галактикалар, ғаламшарлар және тағы басқа аспан денелері болуы мүмкін. Жер планетасы күн жүйесінің құрамына кіреді. Күн біздің планетамыз кіретін құс жолы галактикасының жұлдыздарының бірі. Ол галактика центрінен 2,8 көбейту 10-4 дәрежесі жарық жылына тең қашықтықта орналасқан. Жарық жылы жердің бір жыл ішінде жарықтың вакуумда таралу қашықтығын айтамыз. Ендеше мынаны есте сақтаймыз. Бір жарық жылы жуық мәнмен 1 жыл көбейту 3 көбейту 10-8 метр секунд. Ол тең 365 көбейту 24 көбейту 3600 секунд көбейту 3 көбейту 10-8 метр секунд. Ол тең болады 9,146 көбейту 10-15 дәрежесі метрге тең. Енді абсолюттік жұлдыздық шама дегеніміз не? Абсолюттік жұлдыздық шаманы үлкен М әрпімен белгілейміз. Жұлдыздық стандарт қашықтық 10 парсек немесе 32,6 жарық жылына тең қашықтықта орналасқан. Е болатын көрнелік жұлдыздық шамасы. Мына формула арқылы өрнектеледі. Бұл жердегі D0 дегеніміз 10 парсекке тең болады. Ендеше көрнелік жұлдыздық шамамен салыстырғанда абсолюттік жұлдыздық шама аспан нысандарының шынайы жарықтылығын, яғни жарқырауын салыстыруға мүмкіндік береді. Келесі көрнелік жұлдыздық шама дегеніміз не? Көрнелік жұлдыздық шаманы М әрпімен белгілейміз. Аспан денесінен бақылаушы маңында аудан бірлігіне түсетін жарық энергиясының ағынын, яғни жарықтандыруын сипаттайтын өлшемсіз сандық шама. Жұлдыздардың жұлдыздық жарқырауын аспаптардың көмегімен өлшеу нәтижесінде көптеген жұлдыздардың жұлдыздық шамалардың мәні бөлшек сандар екені, ал ең жарық жұлдыздарда теріс мәнге тең екендігі анықталған. Мысалы, күннің көрнелік жұлдыздық шамасы М тең минус 26,6-ға тең, сүмбіленікі, яғни Сириус, М тең минус 1,58-ге тең. Осы берілген ақпараттарды дәптерлерімізге жазып аламыз. Оқушылар, айналамыз ғажайыпқа толы. Осы ғажайыптың қыр-сырын бізге ашып көрсететін ғылым салаларының бірі астрономия. Осы орайда астрономия ғылымы туралы шағын бейнематериалға назар аударайық. Күннің адам үшін маңызды жарық және жылу көзі екендігін, ал жұлдыздар өте жақсы бағдарлаушы екендігін ешкімге түсіндірудің қажеті жоқ. Бір кездері күн мен жұлдыздар ғылыми пікірталастың құралы болды. Міне сол кезде астрономия ғылымы пайда болды. Астрономиялық құбылыстар көбінесе табиғатпен байланысты болды. Мәселен, Сириус жұлдызының жаңаруы Ніл өзенінің толысуымен сәйкес келеді. Алғаш бұл дінмен байланысты болды. Жұлдыздар мен күн жайлы білу кейде адамдардың басқару құралына айналды. Ежелгі Мысырда абыздар күннің тұтылуын болжай алатын және оны ресми түрде құдайлар қаһары деп түсіндіретін. Орта ғасырлық астрономдардың басты мақсаты болып жатқан құбылыстардың заңдылығын анықтау және олардың сызба нұсқасын жасап, болашаққа болжам жасау, қайталау уақытын анықтау болды. Бірақ ол біздің уақытымызға дейін аспан денелерінің қозғалысын реттеп отыратын механизмді анықтағанша мүмкін болмады. 20 ғасырда бізге ақыры жұлдыздардың неден жарқырайтыны белгілі болды және біз толық бүкіл әлемнің тарихын зерттей бастадық. Келесі ойлан жұптас бөліс әдісі арқылы топтық жұмыс. Бірінші топ, сіздердің сұрақтарыңыз: шоқ жұлдыздар дегеніміз не? Аспанда қанша шоқ жұлдыз бар? Екінші топ, шоқ жұлдыздарды қалай белгілейді? Үшінші топ, жұлдыздардың атаулары жайлы айтып беріңіз. Яғни сіздер осы берілген сұрақтарға толығымен жауап берулеріңіз керек. Яғни дескриптор шоқ жұлдыз жайлы біледі, шоқ жұлдыздарда жұлдыздардың белгіленуін біледі, жұлдыздардың атауларын айтады. Іске сәт. Келесі тапсырма оқулықтағы 57-ші беттегі 8-ші жаттығуды шығарамыз. Бірінші есеп: жерден темірқазық жұлдызына дейінгі қашықтық 434 жарық жылын құрайды. Осы ара қашықтықты километрмен өрнектеңдер. Дескриптор ара қашықтықты километрмен өрнектеп жазады. Ең алдымен есепті шығарамыз. Одан кейін
есептің жауабын дұрыс нұсқасымен тексеретін боламыз. Іске сәт. Жақсы, шығарып болсақ, ендеше дұрыс жауабына назар аударамыз. Яғни бұл есепті шешу кезінде біз ең алдымен жарық жылының мәні 9,46 көбейту 10-12 километрге тең деп алсақ, ендеше ара қашықтық есептейтін болсақ, D тең берілген мән 434-ті көбейтеміз 9,46 көбейту 10-12 километрге, ол тең болады 4105,164 көбейту 10-12 километрге тең. Жуық мәнмен алатын болсақ, 4,1 көбейту 10-15 километрге тең. Ендеше есептің жауабы 4,1 көбейту 10-15 километрге тең. Жақсы, жарайсыздар. Жақсы, келесі бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында Wordle платформасында тапсырмалар берілген. Ең алдымен QR-код арқылы тіркеліп, сол сұрақтарға жауап береміз. Әрбір дұрыс жауап үшін сіздерге 1 балл беріледі. Бағалау парақтарына белгілеуді ұмытпаңыздар. QR-код арқылы тіркеліп болсақ, ендеше берілген сұрақтарға жауап береміз. Іске сәт. Бірінші сұрақ. Аспанда қанша шоқ жұлдыз белгіленген? Әрине жауап дұрыс. Келесі. Шоқ жұлдыз дегеніміз не? Әрине жауап дұрыс. Аспанның нақты шекарасы анықталған белгілі бір бөлігі. Келесі сұрақ. Аспан денесінен бақылаушы маңында аудан бірлігіне түсетін жарық энергиясының ағыны қалай аталады? Жақсылап ойланамыз. Әрине дұрыс, көрінерлік жұлдыздық шама. Келесі сұрақ. 10 парсек стандарт қашықтықтағы аспан шырағының жұлдыздық шамасын әрине абсолют жұлдыздық шама деп атайды екенбіз. Дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Абсолют жұлдыздық шама қандай әріппен белгіленеді? Әрине дұрыс, үлкен М әріппен белгіленеді. Келесі. Жақсы, жарайсыздар. Көрінерлік жұлдыздық шама қандай әріппен белгіленеді? Әрине кішкентай М әріппен белгіленеді. Жақсы, дұрыс жауап. Келесі сұрақ. Екі жұлдыздың жалтырлығы мен олардың жұлдыздық шамалар арасындағы байланыс қандай формуламен арқылы өрнектеледі? Әрине жауап дұрыс. Келесі сұрақ. Жарық шамасын өлшейтін құралы қалай аталады? Жақсылап ойланамыз. Жақсы, жарайсыздар. Келесі. Жерден байқалатын жұлдыздық жалтырлығы қалай аталады? Әрине көрінерлік. Дұрыс. Келесі. Соңғы сұрақ. Көрінерлік жұлдыздық шама ұғымын енгізген бар. Дұрыс жауап. Жарайсыздар. Осымен сұрағымыз аяқталды. Жақсы, ендеше бүгінгі сабақтан алған әсерлерімізді бір-екі сөйлеммен қорытындылай кетсеңіздер. Яғни, жүрекпен не сездіңіздер, көзбен не көрдіңіздер, құлақпен не естідіңіздер. Өз ойларыңызды айтсаңыздар. Жақсы, жарайсыздар. Тамаша жауап бердіңіздер. Оқу тапсырмасы оқулықтағы шығармашылық тапсырма түркі халықтарының шоқ жұлдыздар туралы ертегілері мен аңыздары туралы хабарлама дайындап келесіздер. Сау болыңыздар.